Саламатсыздар ма? Мен Дабылова Жанат Сабитбековна, Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Бүгін сіздерге физикалық химиялық талдауларды орындау құзыреттілігі бойынша альдегидтер мен кетондардың тақырыбын түсіндіріп өтемін. Бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты осы альдегидтер мен кетондар туралы мәлімет алу, физикалық және химиялық қасиеттерін қарастыру және алыну мен пайдалануын білу. Құрамында карбонил тобы бар қосылыстарды екі топқа бөлеміз. Олар альдегидтер және кетондар. Олардың бір-бірінен айырмашылығы бар. Альдегидтерде карбонил тобы радикалмен және сутек атомымен байланысқан, ал кетондар екі радикалмен байланысқан. Альдегидтер мен кетондарға қосылу реакциясы тән. Қосылу реакциясы қос байланысты үзу арқылы жүргізіледі. Альдегидтер дегеніміз молекуласында карбонил тобы көмірсутек радикалымен және сутекпен байланысқан органикалық заттарды атаймыз. Жалпы формуласы көрсетілген альдегидтердің. Бұл жерде R дегеніміз ол радикал. Альдегидтер молекуласына кіретін көмірсутек радикалымен және сутекпен байланысқан карбонил тобын альдегидтік топша деп атаймыз. Функционалдық альдегидтік топ. Кетондар дегеніміз карбонил тобы арқылы байланысқан екі көмірсутек радикалынан тұратын органикалық заттар. Осы слайдқа қарасаңдар, альдегидтер мен кетондардың жалпы формуласынан айырмашылығы көрініп тұр. Альдегидтерде бір радикал болса, кетондарда екі көмірсутек радикалы көрсетілген. Альдегидтер мен кетондардың өзінің гомологиялық қатарына келетін болсақ, негізінен альдегидтерге аль жұрнағы қосылады халықаралық атауы бойынша, ал кетондарға он жұрнағы қосылады. Енді алғашқы альдегидтердің формуласын қарастыратын болсақ, ол метаналь немесе метан альдегиді деп аталады, және тривиалды атауы бойынша құмырсқа альдегиді немесе формальдегид деп аталады. Осылардың барлығын біздер практикалық жұмыста қарастырамыз. Этаналь, пропаналь, бутаналь, пентаналь, гексаналь және толығымен осылардың алынуын, пайдалануын толығымен қарастырамыз. Сол кезде сендерге ары қарай түсіндіріп өтемін. Электронды құрылысы көрсетілген. Сигма жаңағы теріс және сигма 10 зарядталған. Жаңағы жоғарыда айтылып кеткендей, аль жұрнағы қосылады альдегидтерге және кетондарға 10 жұрнағы қосылады. Жалғауы жалғанады. Алу жолдарына келетін болсақ, альдегидтерді, спирттерді тотықтыру арқылы және сутексіздендіру арқылы алуға болады. Және де карбон қышқылдарының кальцийлі тұздарының пиролизі арқылы алуға болады. Оксосинтез немесе реппе синтезі деп атаймыз. Олефиндерге жаңағы СО мен H2 тікелей қосылу кезінде реакция 100-200 атмосфералы және 100-200 градус Цельсиясында өткен кезде және катализатордың қатысында жүргізіледі. Қандай катализатор? Кобальт және никель катализаторлары арқылы. Енді альдегидтердің физикалық және химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, құмырсқа альдегиді өткір иісті газ, сірке альдегидінен бастап келесі мүшелері сұйық, ал жоғарылары қатты заттар болып келеді. Альдегидтердің молекулалық массалары өскен сайын балқу және қайнау температурасы артады. Спирттерден өзгешелігі альдегидтерде молекулааралық сутектік байланыс түзілмейді. Альдегидтердің химиялық қасиеттерін осы гидрлену арқылы, жартылай тотығу арқылы, мыс гидроксидімен тотығу және полимерлер түзілуі арқылы көруге болады. Кетондар, олар ең қарапайым өкіліне келетін болсақ, ацетон, ол өткір иісті, түссіз сұйықтық суда жақсы еритін ұшқыш зат болып келеді. Енді осы тақырып бойынша біздер ары қарай
практикалык жұмысты карастырамыз. Сондықтан да қазіргі берілген мәліметтер бойынша тест беріледі, сол тесттерге жауап беріп модульге жібереміз.